Сәлеметсіздер ме? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 114-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сан есім, ғаламшар құпиялары. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап беремін, сан есімдерді таба аламын. 49-ші жаттығу мәтінді оқы. Ең үлкен қай ғаламшар? Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сапырылысқан газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да, осы ғаламшардың үстінде ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп те атайды. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Олар ортасындағы кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ шары секілді. Неге неліктен сұрақтары мен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр, топпен ортақ сұрақ дайында. Неге 4 ғаламшар газды алып деп аталады? 50-ші жаттығу берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құраған сөйлемдерінде олардың қандай мүше болып тұрғанын айт. Біреу 5-5-ші. Оның қолында кітап біреу ғана екен. Айдос бүгін қазақ тілі пәнінен 5 алды. Әлия 7-ші сыныпта оқиды. 51-ші жаттығу мәтінді көшіріп жаз, сан есімдердің асынсыз. Станция ауылдан 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. Бұл жерде реттік сан есім 3-ші, 3 түбір, інші жұрнақ. 2-ші түбір 2, нышы жұрнақ. 52-ші жаттығу мәтінді оқы. Ай жердің ең жақын көршісі. Айда ауа да, жел де, су да болмайды. Айда үнемі қараңғы болып, жұлдыздар көрініп тұрады. Астронавтар жерге қарағанда айдың үстінде биікке еркін секіре алады. Өйткені онда тартылыс күші аз. Айда үлкен шұңқырлар бар. Оларды кратерлер деп те атайды. Мәтінге сүйеніп, мына сөйлемдердің ақиқат не жалған екенін дәлелде. Жер айды айнала қозғалады. Жоқ. Айда жел соғып тұрады. Жоқ. Айда су болмайды. Иә. Ай аспаннан үнемі көрініп тұрады. Жоқ. Жерден айға қарасаң, ай үнемі дөңгелек болып көрінеді. Жоқ. Айда кратерлер болмайды. 53-ші жаттығу ребусты шешуіндегі сөзге әңгіме құрап жаз. Ғарышта ребустың жауабы. Ғарыш ұшы қиырына біздің көзіміз жетпейтін әлем. Онда ғаламшарлар, шоқ жұлдыздар болады. Біздің ғаламшарымыз да сол әлемнің бір бөлшегі. Ғарыштан біздің ғаламшарымыздың кіп-кішкентай көгілдір шар екенін көруге болады. Ғарыштағы әртүрлі ғаламшарларға барып, олардың сырын ашқым келеді. Ол үшін жақсы оқып, алдыма мақсат қою керектігін түсінемін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.